Жау табаны қазақ топырағына тиген жоқ. Алайда зардабы жетті. Біздің халқымыздың жеңіске қосқан үлесі өлшеусіз. Сондай-ақ Қазақстан майданға әскери техника, қару-жарақ жеткізумен қатар эвакуацияланғандарды құшағына алды. Жаралыларды емдеді. Жарым жандыларға қолдау көрсетті, үміт берді. Қаншама біздің елімізде дивизия құрылды, қаншама полк жасақталды. Сол кезде халқымыздың саны 6 миллион болды десек, соның 1 миллион 200 мыңнан астамы майданға аттанды. Ал майданнан елге оралғандардың саны небәрі 600 мыңның шамасында ғана. Шынымен де жан түршігерлік жағдай. Солардың бірі талантты композитор Рамазан Елебаев болатын. Ол өзінің жауынгерлік жолын Панфилов дивизиясынан бастаған. Оның соңында өшпес ерлігі мен әні қалды. Қан майданда қаза болған қазақтың қаһарман ұлы Төлеген Тоқтаровқа арнап жазған жас қазақ әні бүгінде барша сарбаздарға әнұран болып қалды. жан берді.
оқтай көрісі ел қорғаған майданыда жауыны жанашта